Біздің құрып жатқан бұл қозғалысымыз ешқандай бір жүйеге қарсы деп ойламаймын. Басты мақсаты халықтың үнін жеткізу. Кейбір адамдар айтады ғой, біз политикаға қатыспаймыз деп. Біз политикаға қатыспаймыз, өзімен өзі осы мәселелер шешіле берсін деп. Ол дұрыс емес деп санаймын. Себебі политикаға қатысып қана біз болашағымызды өзгерте аламыз. Мен кішкентай бір халыққа деген сол үндеуімді айтқым келеді. Политикаға қатысыңыздар, саясатқа қатысыңыздар. Неге? Себебі біздің болашағымыз, біздің балаларымыздың болашағын ойласаңыз, қатысу керек, кірісу керек. Әр жасалынып жатқан заңға кірісу керек, әр жасалынып жатқан іске кірісу керек. Қазір енді сайлау болады. Сайлауға да қатыспаймын деген адамдар бар. Бармаймын, бұл да менің жұмысым емес деген. Енді балаларыңыздың болашағын ойласаңыздар, бару керек. Өз дауысыңызды өзіңіз білдіруіңіз керек. Қарсы ма, біреуді қолдайсыз ба, ол өзіңізге байланысты. Енді айтып кететінім, біз мен әріптестерім айтты ғой, біз біреуге қарсы шығып жатқан жоқпыз. Біздің ең басты қосатынымыз халықтан шыққан мәселелерді біз осы партиялардың бағдарламаларына кіргізу керек. Біз партиялармен диалог құрамыз, олармен келісім жасаймыз, олармен кездесеміз. Мен ойымша партиялар бізге ашық болу керек. Себебі біз қарапайым халықтан шығып жатырмыз, қарапайым халықтың мәселесін көтереміз. Мен өзім көтерген әлеуметтік мәселенің біразы партиялардың бағдарламасында көрген жоқ. Көпбалалы аналардың мәселелері, әлеуметтік осал топқа кіретін адамдардың мәселелері, көпбалалы аналар, жалғызбасты аналар, ерекше бала тәрбиелеп отырған аналар, сол отбасылардың мәселелері біраз партиялардың қарап шыққан, оларда бөлініп ол туралы жазылған. Қатарымызға енді қарапайым адамдар, ұйымдар, бірлестіктер барлығы кіре алады. Кіріп, бірге өз ұсыныстарын жасай алады, бірге шешімдер қабылдай аламыз. Бірінші кезден ол халықтық келісім жасаймыз. Халықтық келісім ол қоғамдық талқылауға жүргіземіз. Халықпен кездесіп, ұйымдармен кездесіп, сіз айтып кеткен көптеген бірлестіктер бар, ұйымдар бар. Әр ұйымдардың бәрін басын қосып, халықтық келісім жасап, сол халықтық келісім жасағаннан кейін ол құжаттарын дайындап, одан кейін саяси партиялармен диалог жүргіземіз. Одан кейін үшінші кезеңіміз, біз ашық міндеттемелер болады. Бұл кезде қай партия осы мәселені шешемін деп өзі міндет алады. Мен осы мәселені шешеміз, біз осы проблеманы көтеріп, шешімін тауып, заңға енгіземіз деген сол партияларға осы мәселені береміз. Қай партиялар қолдау көрсетіп, көтерген әр талаптарды жүргізсе, сол партияларды халықта қолдайды деп ойлаймын. Партияларда бізді қазір тыңдау керек. Себебі 11 миллион халықтың дауысын қалай алу десе, осы 11 миллион халықтың мәселелерін шешу керек деп ойлаймын.